біздің мектебіміздің бірінші қабатында ұйымдастырылған оқуғақыштар мектеп оқуғақыштар ұлт жобасы аясында ұйымдастырылған мектебімізде құрылған фокус топтармен сіздерді таныстырғым келіп тұр. Міне өздерің бірінші қабатта мектебіміздің мынандай топтар бар, көрдіңдер ғой, иә? Бірінші руханият тобы. Руханият тобының жетекшісі Нұрманбетова Меруерт Маратқызы. Міне руханият тобында Меруерт мұғалім, Шұға Біржанова, Тоқажанов Ержан мұғалім, Арай мұғалім, Смағұлова Жанар мұғалім. Міне осы топта өзінің сыныптарымен жұмыс жасайды. Бұл топтың жұмыс жасау бағыты салт дәстүр, ұлттық құндылық бойынша жұмыс жасайды осы топ. Көрдіңдер, иә балалар? Енді келесі тобымыз бұл зерде тобы. Қараңдар. Зерде тобында мұғалімдер, зерде тобының мұғалімдерінің топ жетекшісі қарт ұстазымыз Сәкения мұғалім. Бұл топтың жұмыс бағыты кәсіптік бағдар беру екен балалар. Қараңдаршы, міне Ахмет Байтұрсын ағамыз осы кәсіпке байланысты қандай сөздер айтқан екен? Қанеки, көрдім, сен айтағыш? Басқа халықтардан кем болмау үшін біз білімді, бай, һәм күшті болуымыз керек. Білімді болуға оқу керек, бай болуға кәсіп керек, күшті болуға бірлік керек. Жақсы, өте тамаша екен. Олай болса, кәсіптік бағдар беру бойынша осы зерде тобы айналысады екен, иә? Енді келесі тобымыз бұл буккроссинг тобы деген. Буккроссинг деген бұл қандай мағына? Кітап оқу деген сөз, иә? Бұл топтың бағыты оқушының құқықтары мен міндеттері. Топ жетекшісі Такимова Әдемі мұғаліміне бұл топтарда да өзінің сыныптарымен жұмыс жасап жатыр қазіргі уақытта мектебімізде. Келесі мектебімізде құрылған бастау тобы. Бастау тобының ұраны біз өзіміз топтамыз, осы топта білесіздер. Оқиықшы кәне барлығымыз. Қозғалыс шындықтырады, кітап тынықтырады. Халық даналық екен, иә? Міне осы топта мынандай мұғалімдер жұмыс істейді екен, білесіңдер өздері. Міне топ жетекшісі мен, дене тәрбиесі пәнінің мұғалімдері Балабеков Ерғали Аяпбергенович, Нұртөлеуов Ғалым Мырзағасымович, мектеп алды даярлық тобының тәрбиешісі Шүленбаева Гүлмира, балабақша меңгерушісі Данебаева Әдемі, және тәрбиеші Әскенова Айнұр, және өзін-өзі тану пәнінің мұғалімі Жұмаділова Арай. Міне біздің тобымыздың, бастау тобымыздың логотипін білесіңдер өздерің, міне бастау фокус тобы. Міне осы бастау фокус тобында жасаған мұғалімдердің сендердің еңбектерің өте көп екен. Қараңдар, балалар. Міне Ғалым Мырзағасымович жасаған, міне оқушымыз ер жігіттің ләңгі тебу және жан батуға байланысты қорғаған шағын жобасы екен, міне сабақта қолданып жасаған екен. Мынау Шүленбаева Гүлмира мұғалімнің арқан тарту және алтыбақан, міне алтыбақан сабақтарда ұлттық ойындарын осында қолданып жүр екен, міне өздерінде де қатыстырып. Осы бастау тобында көптеген жетістіктер бар, міне өздерің көріп тұрсыңдар, кубоктар, оның бәрі осы спорт бағытында алған біздің жетістіктеріміз, балаларымыздың жетістіктері. Өткенде ұйымдастырылған мына жерде керекті кубик, рубик ойындары, бестас, асық ұлттық ойындар, шахмат, дойбы, осының бәрін осы арада мұғалімдер сіздермен бірге жұмыс жасап үйретіп жатыр, иә? Міне, мынандай кітаптарды біз оқуымыз керек екен әлі де. Қазақтың той ойындары дейді. Дұрыс тамақтана білесіз бе деген мынандай кітаптар бар. Өте тамаша, денсаулыққа пайдалы. Біздің бағытымыз денсаулық болғандықтан осындай кітаптарды біз көп оқуымыз керек екен. Түсінікті ғой, иә балалар? Енді келесі фокус топтармен танысайық. Олай болса, былай қарай жүректіріңіздер балалар. Жүре ғой. Келесі фокус тобымызды аты Қарлығаш. Бұл топтың ұраны да ең сабырлы ұстаз деген тұңғыш елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев сөзін алған. Бұл топтың жұмыс бағыты құстар, өсімдіктер туралы зерттеу, оқу. Өздеріне қарасаңдар, мына жерде көптеген кітаптар тұр. Кітаптарды оқып сендер
оқып осы арада отырып оқып одан кейін мына жерде қойып кетіп отыруларына болады. Мына жерде міне көптеген кітаптар, көптеген журналдар, сендерге қатысты. Соның бәрін сендер оқи аласыңдар, осы арада оқып та жүрсіңдер, иә? Балалар, өте тамаша. Балалар, міне бүгін мектебіміздің екінші қабатындағы Құрмашева Жібек қаз атындағы кітапханаға да келіп жеттік, иә балалар? Міне кітапханашы Гүлжан апайларың алдарында тұр, сендермен кітаптарын таныстырады. Балалар, оқуға құштар мектеп, оқуға құштар ұлт жобасы аясында мектебімізде бұқырысы кітап алмасу акциясы жүріп жатыр. Бұған мектебімізге көптеген мұғалімдер, оқушылар өздері оқыған кітаптарын мектебіміздің кітапханасына тарту етті. Міне олай болса, мен де балалар өзімнің отбасымнан осындай 2 кітапты мектептің кітапханасына тарту етемін. Осындай 2 кітапты сізге. Сіздерге рахмет. Балалар, бүгін 23 сәуір дүниежүзілік кітап күні. Әлемдік классика Оскар Уайльдтың кітабы. Мұны мектебіміздің түлегі Түсіпова Гүлшат ағылшын тілінен аударған Оскар Уайльдтың әлемдік классика кітабы. Балалар әдебиетінің жазушысы Бердібек Соқақбаевтың менің атым Қожа кітабы әңгімесі. Бұнда ауыл балаларының ауыл өмірі, ауыл балаларының мінез-құлық, арман мақсаты шынайы бейнеленген. Балалар, міне олай болса, мына кітапханашы осы сіздерге осы 2 кітапты оқысын деп тұр болашақта. Міне көрдіңіздер ме? Мына жаңа айтқан Оскар Уайльд деген осы жақта осы мектептің түлегі Түсіпова Гүлшат деген болған оқушым, ол да менің оқушым болған. Сол оқушы міне шет тілінен аударған екен қазақшаға. Өте тамаша шығарма, сондықтан сендер де Гүлжан апайларың осы кітапты оқысын деп сендерге ұсыныс жасап жатыр. Иә, міне Бердібек Соқақбаевтың менің атым Қожа деген осы кітапты болашақ енді оқимыз. Түсінікті ғой? Ал енді балалар, мен сендерге сұрақ қояйын. Қандай кітап оқыдыңдар ал енді? Өздерің айта қойыңдаршы тез-тез. Болмаған балаларша. Жақсы. Тағы Қобыланды батыр. Қобыланды батыр жырын оқыпты. Жақсы кім? Кенесарыны оқыпты. Жақсы. Тағы кім? Абылайхан. Абылайханның кітабын оқыдың ба? Шақантай батыр. Шақантай батыр туралы сұрақ жауап деген кітаптар, қандай кітаптар оқыдыңдар? Жақсы балалар, міне болашақта осындай кітаптарды көп оқуымыз керек екен. Бүгін дүниежүзілік кітап күніне байланысты міне біз мектебімізде осындай жұмыстармен таныстық, иә? Сендерге балалар ұнады ма? Иә.